Ассалаумағалейкум. Бұйырса төбеде қаптап жатырмын. Утепление ғой. Ош мынандай стекловатпен міне 2 қабат қағаз төсеп 5 сантиметрден екеуін 10 сантиметр алып. В общем, енді сұрақ айтайын деп тұрған. Сұрақ емес, енді просто ойларыңызды бөлісіп кетсеңіздер. Маған біреу жазып жүріпті. Ертең мына сырттағы дыбыстар болмай ма? Сырттағы дыбыстар, жаңбырдың дауысы бәрі кәдімгі жаман естіледі деп. Ал сіздер не айтасыздар мысалы? Міне қазір көрсетейін сіздерге. Қағаз төсеп стекловат 2 қабат қылып. Сырттағы дыбыстар естіле ме ертең? Кімде осындай болды, кімде болған жоқ, кім төсетті? Дұрыс па, бұрыс па? Мнение, пікірлеріңізді айтып кетсеңіздер. Инстаграмда сол үшін пайдаланбаймыз ба? Просто қарап отыру үшін емес. Бірімізге кеңестерімізді бөлісіп. Өз басым қарап отыратын уақыт жоқ еді Инстаграм. Осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп, бірімізге көмегіміз тисін деген ойда пайдаланып көбіне. Основной көп отыра бермеймін. Қарағазым жетпей қалды, бірақ есептеп алып келіп едім. Мынандай қайылатын, бүйтіп қайылатындарын есептемегенмін сол ақыры. Тағы 5-6 штук алу керек сияқты. Алдағы кеттік, бөлісіп кетіңіздер.